Сәлем оқырман. Аружан үшін жаңа өмір басталды. Кеше ғана Ақтөбеге келін болып түскен ол бүгіннен бастап жаңа әулетіне үйренісуде. Бақытжанның ата-анасы мен бауырлары оны жылы қарсы алды. Үлкендер ақ баталарын беріп, ақыл кеңестерін айтты. Көрші қолаңда жас келінді көруге асықты. Қазақ дәстүрі бойынша олар Аружанмен танысып, өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Бірі әзілдеп, бірі ақылын айтып, бәрі де оның осы әулетке тез сіңісіп кетуін тіледі. Бақытжан да жұбайының қасында болып, оған қолдау көрсетті. Жас келіннің жүрексінгенін байқаса да, оның бәрін сабырмен қабылдап, әр нәрсеге ұқыптылықпен қарайтынына риза болды. Осылайша Аружанның келіндік өмірі басталды. Алда әлі талай қызықты күндер, жаңа жауапкершіліктер мен ұмытылмас сәттер күтіп тұр. Мамалар құдағилармен танысып, мына жерде қазір манты жеп отырмыз. Әне. Қазақшасы қалай? Манты? Жоқ. Қандай? Менту. Сөйтіп отырмыз. Қазақшасы мән. Аружан Ақтөбеге келін болып түскелі бері бәрі жақсы өтіп жатыр. Бірақ әлеуметтік желідегі оқырмандарының пікірі кейде көңілге тиіп кетеді. Қырғызстандағы бір оқырманы: "Бұл жақтан да тамақ істеп жатырсың ғой. 3 күн қонақ бөлмеде отырмай-ақ", деп пікір қалдырды. Маған осындай пікірлеріңді айтпай-ақ қойыңдаршы. Өзім 3 күнге келдім. Ақтөбеге келіп көмектеспегенде не істеймін? Енем істеп жатқанда қарап отырайын ба? Деп жауап берді Аружан. Кей адамдар келіннің жаңа жерге сіңісуін түсінбейтін сияқты. Бірақ Аружан үшін бұл қалыпты жағдай. Ол жаңа ортасына бейімделіп, өзін жақсы қырынан көрсеткісі келеді.